ал сен өзіңді олай қабылдамапсың, сен өзің туралы пікірің ондай болмапты. Неге олай болды? Өскенше бір қараймын ғой, денеме қарасам бірдеңке жетіспейтін сияқты, сол кезде өзімді жаман жей бастадым. Андай, мә, сен түк істей алмайды екенсің деген сияқты ше, ешкімге керек емес болып қалдым. Вот сол моментте өмірім жаңағы 180 градусқа өзгерді. Ол неге байланысты? Спортқа байланысты ма, жоқ? Вообще өмірге байланысты. Бірақ босандым. Босанғаннан кейін басталды ғой бүкіл қызықтың бәрі. Сенде ерте басталды. Активный өмірді сүріп жүріп, бірден үйде баламен, оның үстіне ол оңай емес. Мен осы уақытқа дейін вообще бала қарамаған адам. Мен вообще ештеңе білмеймін. Осы жерде басталған негізі қызықтың бәрі. Мен Инстаграмнан да көрдім. Мама тайм. Бәріне сәлем, кезекті Мама тайм подкасты біз бастаймыз. Бүгін бізде қонақта қыздар ерекше жан, 19 жыл өмір спортқа арнаған, халықаралық дәрежедегі каратэден спорт шебері, фитнес тренер, сонымен қоса ең маңыздысы қазір декреттегі ана Аружан. Рахмет, Лаура. Аружан, рахмет. Сен келгеніңе рахмет. Шақыртуымды қабыл алып келгеніңе рахмет. Бұл подкастта әртүрлі мамалар. Енді бүгін өте қызық болайын деп тұр, себебі біз бүгін нағыз өзінің бар өмірін спортқа арнаған жан, декретте қалай, ана болғанда қалай, сол туралы білеміз. Осы алғашқы өзім әңгімемді мынадан бастағым келіп тұрды. Өзің негізі спортта 7 жастан бері айналысады екенсің спортпен. Сол туралы айтып өтші. 7 жастан спортпен қалай айналыстың, каратэге қалай келдің, сол туралы айтып өтсең. Негізінде өзім 7 жасымнан бастап каратэмен айналысам. Бірақ ол каратэге барғанның өзі бір қызық история негізінде. Менің әпкем, туған әпкем тоже профессиональная спортсменка болған, каратистка болған. И мен үйде 3-ші қызбын. Басында барған кезде мені апар деп, каратэге қатыс деп қинады қасымда сестрам ше. Бірақ мен андай өзім нәзікпін да, жылауықпын негізінде. Сол себепті мен жоқ бармаймын деп қорқып жүретін. Потом мен самая близкая подругам каратэге қатысып бастайды да. И как-то сол кезде триггер ма, білмеймін, ойбай, ол бар жатыр, мен неге қалып қою керекпін ба дегендей болды да. Сол моментте мен бастадым барып. Бірақ басында мен былай спортсмен боламын, 19 жылымды спортқа арнаймын деп ойлаған жоқпын. Просто для себя, для самообороны деп барған болатын. И вот содан осылай. Бірден каратэге бардың ба? Бізде енді ауылда басқа нормальный спорт болған жоқ негізінде. Осы каратэ ғана прям жақсы жаттықтырушымыз өте сондай кәсіби, мықты тренер, жаттықтырушы. Сол себепті сол кісіге бардық. Еще ол кезде сестрам да жақсы жетістіктерге жетіп жүрген болатын. Сол себепті қызықтым бір шетінен. И содан солай барып бастадым. Қандай каратэде жетістіктерге қай кезде жетіп бастадың негізі? Жеңістер, нәтижелерді қай кезде көріп бастадың? Вот қызығы, басында мен вообще да жарыстарға қатысам, немесе орын аламын деп те ойлаған жоқпын. И как-то бір рет бір жарысқа барам. Еще сол жарыстың алдында маған ағай, білмеймін, мотивация ояту үшін ба, типа кимоно саған сыйлыққа деп кимоно берген ғой. Типа жақсы спортсменсің сол үшін деген сияқты. И соны, может, сол маған бір жақсы жігер берді ма, и дальше одан кейін жарысқа барған кезде, алғашқы жарысымыз сол өзіміздің ауылда өтті. Бірақ енді ол кезде титулдарды байқамайсың ғой, қандай титулованный жарыс па или обычный жарыс па. Ол обычный аудандық жарыс болды ма, облыс болды ма, сондай болды. Бірақ сол жерден бірінші орын алдым. И ары қарай уже қызығушылығым оянды. Вот содан кейін ары қарай жалғастырып кеттім. Енді сен 19 жыл деп тұрсың да, былай айтқан кезде ол өте көп жыл деп ойлаймын енді өзім. Былай ғой, сен өзің басында нәзік болдың, жұмсақ болдың. Енді қазіргі мен Аружан танитын болсам, оның мінезі бар. Сол мінезді қатайтуға спорт көмектесті ғой соған. Әрине, спорт деген көп спортсмендер бар ғой, мысалы, даже ешқандай нәтижеге қол жеткізбеген спортсмендер де бар, Енді үйтіп жаман айтқым келмейді, бірақ енді, мысалы, мен өзім де олимпиадаға қатыса алмадым, Сондай спортсмендер көп. Бірақ спорт деген тек сол жетістіктермен ғана былай ұштасып қалмайды да. Спорт деген адамға бірінші очередь жаңағындай характер береді, мінез береді, жаңағындай қайсарлық береді. Ол деген бүкіл өмірге андай сабақ қой.
и как-то опыт береді ше. Себебі сен уже спортта до конца барсаң, значит сен өмірде де любой затты бастасаң, оны до конца жетуге тырысасың да. Вот сол үшін де спорт деген негізі любой адамға пайдалы деп ойлаймын. Келсем. Енді қараш, сен өзің 19 жыл спортта жүрген адамсың, оның үстіне каратэмен айналысады. Бір момент айтқым келеді. Мен сені ең алғаш, өзіңе де айтып едім ғой, ең алғаш Асқар Мақсат бірге жұмыс істегенбіз, әріптесім, ол жолдасы Аружанның, сол корпоративта көргем сені. Бірінші көрген кезде мен қарайым, өте әдемі қыз. Мен қарайым да, саған қандай красотка деймін ғой, былай айтқан кезде. И жаңағы ол кезде сендер кіммен? Мақсатпен, Асқармен сендер кездесіп жүрсіңдер, иә. Мен қарайым да, қызым модель ғой деймін деп. Сөйтсем, каратэмен айналысады екен. Енді осы жерде мен сенің осы подкастқа дайындалатын кезде инстаграмыңды қарап шықтым. Сол кезде сен бір мынандай жазба оқыдым да, өзіңнің ойларыңнан. Көп адам енді сені сымбатты, жаңағы мен сияқты ойлаған, әдемі қандай деп қабылдаған екен. Ал сен өзіңді олай қабылдамапсың, сен өзің туралы пікірің ондай болмапты. Неге олай болды? Мен өте андай өзіме қатты самокритика дейді ғой, сондай қатты да менде. И кішкентай кезімде мен вот каратэге қатысып бастаған кезде томпақ болатын. Ну, вообще кішкентай кезімде кәдімгідей арақ жақсы, енді как обычный адам сияқты болдым. И 2-ші классқа барған кезде манту салды ма, білмеймін, дәрілер ішіп па, содан томпақ болып кеттім. Вот сол проблемам бар сол кезде бастады. Қазіргі тілде буллинг дейді ғой. Бірақ енді мектепте ондай ештеңе болған жоқ, бірақ үйде сестрам прикол ұстай беретін. Маған ой томпақсың, жаңағындай май көтерейін деген сияқты сондай заттар айта беретін да. И мен содан миымда сол тұрып қалған, и мен неге томпақпын, неге менде сондай деп өз-өзімді іштей жей беретінмін ғой. И дальше уақыт өтті, спортпен айналыстым, жақсы жетістіктерге жете бастадым. Салмағым как обычно жоқ кетіп қалды, ол уақытша зат болған ғой сол кішкентай кезімде. И өскенше бір қараймын ғой, денеме қарасам бірдеңке жетіспейтін сияқты, вроде қазір қарасам әп-әдемі спортивное телосложение, өзім әп-әдемімін, Аллаға шүкір. Но все время андай өзіме критика жоқ, саған недостаточно, надо еще работать, надо еще где-то там жақсарту керек, тағы да тренировка істеу керек, тағы былай істеу керек дегендей сондай болды. Біз қазір ол тақырыпқа ораламыз тереңнен, бірақ оған дейін сенен сұрағым келіп тұр да. Енді біздің тақырып декрет туралы, енді мен сенен сұрағым келіп тұр. Міне, қайталап айта береді дейді. Спортта жүрген жан ана болғанда қалай екен? Өмірің қалай өзгерді ма? Спортты сен осынша жыл айналысып келе жатып, бірден тоқтату керек болды. Ол қалай болды, сол туралы айтшы. Ол енді оңай болған жоқ. Ең алдымен мен енді жаңа кәсіби спортта 16 жыл ма, 17 жыл ма сондай болдым ғой енді. И біз соңғы 3-4 жыл Олимпиадаға дайындалдық, Азиатский игрға дайындалдық. И сол моментте біз почти Қазақстанда болмайтынбыз, каждый раз жарыстарда жүретінбіз, сөйтіп жүрдік та, и карантин басталды да. Біз тоқтай алмаған затты карантин тоқтатып тастады ғой. И менің өмірімнің мәні де спорт болатын да. Мен басқа зат бірдеңкемен салыстырсам, мен всегда спорт таңдайтын да. И басқа зат маған ондай қатты маңызды болмайтын. И сол моментте мен енді Асқарды кездестірдім, сосын тұрмысқа шықтық. Уақыт өзі карантин барлығын реттеп жібердім, бірдеңке болды. Сөйтіп тұрмысқа шыққаннан кейін өмірім кәдімгідей өзгерді. Оған дейін енді мен как тренер ретінде жұмыс жасап жүрдім, өзім жаттығу жасап жүрдім. И тұрмысқа шықтым. Вот сол моментте өмірім жаңағы 180 градусқа өзгерді. Үйде отырам. Басында еще қалаға келдік қой, енді оған дейін мен басынан жарыстарда жүргеннен кейін ауылда болатым да. Сөйтіп Алматыға келдім, басында жұмысым жоқ, пока 1-2 ай тыныштала тұрайын деп өзімді тоқтаттым ше. И вот сол кезде өзімді жаман жей бастадым. Андай, сен түк істей алмайды екенсің деген сияқты андай ешкімге керек емес болып қалдым. Спортсмендердің негізгі болі да сол да. Все время сен жарыстарда жүресің, орын алып жүресің, прям жақсы болып жүресің да, и бір моментте спортты тоқтата саласың, и сен ешкімге керек емес сияқты болып қаласың да, потому что сен өміріңнің бәрі спорт болды ғой. Ал қазір бітті, спорт жоқ, и сен не істейсің дальше, қайда өсесің дегендей, И сондай жағдайлар көп болды. Потом жаңағындай біраз уақыт үйде отқаннан кейін отыра алмайтынымды түсінгеннен кейін жаттықтырушы болып жұмыс жасап бастадым. И сөйтіп өзімді кішкене алдап, нормально, сен керексің бұл өмірге деген сияқты сөйтіп жүре бастадым. И сөйтіп енді не болдым,
жүкті болдым, кейін босандым. Вот сол кезде кәдімгідей өзгерістер байқалды маған, одан да қатты. Иә, вот сол моментте не өзгеріс болды десеңіз, вот ең алдымен қиын болды, әрине ешкімге оңай болмайды ғой бала босана салған кезде. Екіншіден андай өзімнің тайм менеджмент дейді ғой, сол басталды ғой, сол кезде қалыптаса бастады ғой. И өзім ойладым ғой, сол моментте ойладым ғой, неужели мен сонша уақытымды босқа құртқан екенмін ғой деген ше. Оказывается, много чего можно сделать, у тебя много чего, қандай көп уақытым болған сенде, иә, ал сен оны дұрыс қолданбапсың ғой деген сондай сұрақтар, сондай ойлар келді басында. Ол неге байланысты? Спортқа байланысты ма, жоқ? Вообще өмірге байланысты. Ол мен қазір сестренкама да айтамын, сен қазір әлі тұрмыста емессің, давай өз уақытыңды пайдалы жұмса, өзіңді дамыт, өзіңнің кәсібіңді аш, білмеймін, бірдеме қылып дами бер, өзіңді реализовать ете бер деп айтамын да. Себебі вот декретке, енді босандым, сол моментте мен уже өзім уақытымды бағалай бастадым. Екіншіден жаңағындай өз-өзімен жұмыс кәдімгідей сол кезде басталды ғой. Басында өзім тастап жібере жаздадым да, шыны керек енді. Сол состояниедан мысалы қараш, декретте көп аналарда болатын жағдай ғой. Біз енді это понятно, қара, сен тем более спорттағы адам активный өмірді сүріп жүріп, бірден үйде баламен оның үстіне ол оңай емес. Сол енді қараш, сол состояниеде көп аналар енді өте қатты неге кіріп кетеді ғой, былай айтқанда бытқа кіріп кетеді, өзін жоғалтып алады. Енді жоғалтып алғандай болады, жоғалтып алмайды әрине, жоғалтып алғандай сезім болады. Сенің жағдайыңда қалай болды ол? Иә, менде де солай болды. Мен ойымша любой әйелде сондай болады, даже ол мировая звезда болсын, любой әйелде сондай болады деп ойлаймын. Ол сондай период деп айтуға болады. Период, иә, мүмкін біреуде ол өте аз уақытта болады, біреуде өте ұзақ уақытта болады, біреуде там ортасы болады, дегендей. Мысалы, менде басында шынымен қиын болды. Алдыңғы 40 күн енді баланы ойлап, ол кезде ойламайсың да ғой. 40-на шыққанша бір барлығы жақсы болсын деп бүкіл уақытын соған бөлесің да, и ол кезде жаңағындай өзімді жоғалтып алдым екен деген ойда болмайды да. Вот менде ондай болған жоқ, иә, басында. Алдыңғы 20 күн бәрі күтті мені, иә, нормально болды. Потом 20 күннен кейін жаңағындай 40-на дейін өзім былай ұйқым қанбайды, оның барлығы это уже банально бәрінің несі ғой. И сөйтіп 40 күннен шыққаннан кейін дегендей болады ғой, енді бір ше сезім болады ғой, неужели шықты болды, кішкене сүйегі қатайды деп. Вот сол кезде басталды менде. Так, енді қызым кішкене нормально бола бастады. Ал мен не істеп жүрмін деген ойлар. Сенде ерте басталды. Ерте басталды. Сол кезде басталды да, и как-то жаттығып бастау керекпін. Тренировкамды істеуім керек. Мүмкін қайтадан спортты бастап кетем ба деген ойлар болды. 40-на шыға сала. Иә, білмеймін, неше түрлі ойлар миыма келді, әйтеуір білмеймін. Анда іште бірдеме дұрыс емес болып тұрған сияқты болып тұр ғой, енді бүкіл уақытымды қызыма бөлем. Это хорошо, по идее, өйткені ол бізді кәдімгідей бізге нуждаться етеді ғой, енді кішкентай бала, любой бала. И вот сөйтіп басында жүрдім, ойландым, не істеймін деп, сөйтіп 2 айдан кетті, 3 ай болды, уже 4-ші айда ма, мен бір 3 айдан кейін ба уже кәдімгідей жаттығып бастадым, залға барып, оған дейін үйде жаттығатым. 3 айда қалай жаттықтың, қызыңды кім қарады? Құдайға шүкір, менің мамам, екінші мамам, енем өте жақсы кісі, мені всегда қолдап, наоборот, дамы, өстеп жүреді. Жолдасым да енді Аллаға шүкір, всегда қолдайды. Жолдасым да енді в основном жұмыс көп болғаннан кейін, енем, мамам жұмыстан келеді, сол кезде қызыма қарайды, ал мен сол моментте жаттығуға барып келетім ше. Сөйтіп енді өзіміздің қасымызда фитнес-зал бар, сол жақта дайындалып жүрдім. И сөйтіп бастап кеттім жаттығуды. И сол моментте кішкене хотя бы 1 сағат дайындаласың ғой, сол кезде миында андай не болады, перезагрузка бола ма, андай кішкене нормально болып келесің. Энергия пайда бола бастайды ғой, былай айтқанда. Сен бірақ маған қуанып тұрғаны, ерте бастапсың ғой негізінде. Көбінесе кейбір мамалар баласы 1 жасынан асқан, немесе мен сияқты 2 жасқа жақындағанда, андай ғой, мен деген бітті, 40 күннен шықты, бітті, жұмыс жасау керекпін деген зат емес, бірақ не істесем болады енді, неге мен уақытымды тек осы балама ғана бөле берем, үйде отыра берем ба, енді бір шеттетіліп қалғандай. Оның барлығына инстаграмға әлі бір шетінен, инстаграмда ғана реализованный әйелдерді, успешті көресің да, өз-өзіңді жей бастайсың ғой. Сол моментте сондай болды, бірақ мен де өзіме осылай айттым, болды Аружан, сабыр сақта, это нормально,
сен қызына керексің қазір, хотя бы 1 жасына дейін нормально уақытыңды бөл, жұмыс жасап үлгересің деп. Ол кезде 3 айында мен жұмысқа шақырған, по идее, тренер болып қайтан келші деп. Мен балаларым, ол кезде мен балаларды дайындайтынмын, и балаларын сенсіз келгісі келмей жатыр, жаттығуға қайтадан жұмысқа келсей деп. Мен былай ойландым, мүмкін барайын ба деп. Жоқ, хотя бы жаз болсын, 6 ай өтсін, мүмкін сосын барам деп. А потом уже как-то бармай қалдым. Керек те болмады дейсің ғой. Одан кейін керек болмады. Ал енді қарашы Ару, сен енді түсінікті өзіңнің жолыңды іздеп жатсың. Ал енді сен қандай анасың? Сол туралы айтшы. Қызыңа қандай анасың? Ой, басында жаңағындай ғой. Бәріміз енді 2 қабат болғанда, жүкті болған кезде неге дайындаламыз? Босануға дайындаламыз ғой. Сол сияқты жаңа мен де барлығын оқыдым, как положено йогаға бардым, қалай босану керек, оның барлығын үйрендім. Барлығы айтады ғой, вот босануға прям от души дайындаламыз, иә. Жолдасым жаңа Асқарды бардым курсқа, иә, бірге дайындалдық, оның барлығын істедім. И как-то мен андай асықтым да, мен қазір нормально босанып аламын, күшті болады. Все, барлығы одан кейін күшті болып келеді. болады. Сөйтіп ойладым, бірақ босанғаннан кейін басталды ғой бүкіл қызықтың бәрі. Сол барлығы айтады ғой, мен қазір қыздарға да айтқым келеді да, вот қазір егер жүкті болсаңыздар, тек босануды ғана емес, одан бөлек жаңағындай қалай ана боласыздар, сол жайында да оқып, дамып, кішкене білім алсаңыздар, сол жақсы болады. Вот менде сол дұрыс болмады да, мен қалай ана болу, андай ғой, Инстаграмнан неден естіп алғанымыз бар ғой, оқып алғанымыз, вот мультик көрсетпеймін, агушаларды бермеймін. Вот сондай андай банальный заттарды ғана ойлайсың да, ал бірақ шыны мәнісінде қалай уақыт бөлу керексің, қалай қарау керексің, ұйқысы қалай болу керек, қандай тамақ беру керексің деген сияқты. Оның барлығын басында ойлаған жоқпын ғой. И вот соның барлығы босанғаннан кейін жаймен жаңағындай үйреніп бастап, басында қиналып, потом дальше жаңағындай неткен кезде сұрақтар болды, я сен қандай анасың деген. Неужели осының барлығын дайындалмадың сен? Bir түрлі андай бір. Сен опять же өзің кінәлап бастадың. Иә, ол бүкіл мамада болады деп ойлаймын. Еще менің қызым босанғаннан кейін мен 4 күн Айленге қарай алмадым ғой. Қарағанда еміземді, қайтадан енеме беремін да. Мамам қасымда менімен бірге жатты да, роддомда. Мен осы уақытқа дейін вообще бала қарамаған адаммын. Мен вообще ештеңе білмеймін ғой. Ана кішкентай бала ғой, енді босанған кезінен де кішкентай да, оны қалай ұстаймын мен, қорқамын да, құлатып аламын ба деп. Сөйтіп қайта мамам қасында болып, қарап, жаңағындай 2-3 күнде, 3-ші күнде ма қызым жаңағындай еме берді, жылай берді. Сол кезде ғана кішкене ұстап, сол моментте бастадым да, кішкене қарап. И оказывается, материнский инстинкт деген шынымен болады екен. Дальше уже алып кеттім да. Енді мен өзімді қандай анамын дейтін болсам, мен идеальный мама емеспін. Идеальный болуға да тырыспаймын. Мен даже андаймын ғой, кішкентай балалармен особо қаттандай күшті қылып қарай да алмаймын, ойнай да алмаймын да. Мен кішкене 4-5 жасқа толса қызық та, оған жүгіртіп, секіртіп, ойната бересің. Ондай балалар мені де жақсы көреді да. А вот кішкентай балаға не істейсің? Кейбір мамалар болады ғой, прям күшті уақыт өткізеді. Мен қызығам, бірақ мен ондай емеспін да. Мен жолдасым сондай, иә, қызым мен күшті ойнайды, мысалы. Ал мен басында ойнаймын, енді оқып алғанымыз бар, көріп алғанымыз бар, сонымен жасатам да, бірақ мен жарты сағат өтеді, 1 сағат ішім кетеді да. Басында кінәлайтым, осы үшін мен жаман мамамын ба, неге мен дұрыс уақыт бөлмеймін деп. Қазір мен бұны қабылдадым ше. Тамағын барлығын жасап берем, киімі таза, өзі таза, уақытын бөлгенше бөлем, дамытатын жерлерге апарып жүріп енді. Білмеймін енді, жақсы, күшті мамам деп айтпаймын, бірақ сен өзіңнің қызың үшін ең керемет мамасың, былай айтқанда. Мен кеше ғана айтқан нем есіме түсіп тұр да. Енді осы съемка бар, басқа да процесстер, енді мен жұмысты сол балам түнде ұйықтағанда содан кейін істеймін да. Бірақ сол 2-3 күн бір андай өзім кішкене энергиям аздау болып, ештеңкеге құлшынысым болмай, сондай состояние болды. И сол кезде ойлаймын ғой, өзім кінәлап бастап жатырмын да қайтадан. Мен баламмен дұрыс ойнамай қойдым. Развитиясын, соңғы апталарда развитиясымен бір бұрындары жаңағыда екеуміз ойын ойнап, да, сен анау кел дәрігер ойнап деген секілді, немесе сондай определенно развитиясына сондай бір нәрсе жасайтынмын ғой. И соңғы кездер қараймын, ондайға уақыт жоқ, бірақ кейін тағы ойланамын да.
мен баламен полноценный мысалға далаға 2 рет шығамыз күніне. Мама оның өзі вообще сол ғой. Күндіз таңертең шығамыз, 2 сағат жүреміз, келеді, жаңа таңғасын жасаймын, 2 сағат далада жүріп келеміз, одан кейін ұйықтайды, ұйықтағаннан тұрғаннан кейін тағы перекус, былай айтқан кезде оның мен тамағын жасап үлгереді екен, 3-4 рет жейтін тамағын, сонымен қатар далаға мен 12 рет, соның өзінде мен жаңағыдай кінәлап бастайды екен. Енді мен айтқым келіп тұрған аналар, сіздер өздеріңізді кінәламаңыздар. Негізі айтқым келеді. Өздеріңізді кінәламаңыздар. Себебі ол былай ғой, сіз өзіңізге қалай ыңғайлы, солай. Ал мен түсінгенім, әр бала өз анасына қарай не істейді екен, адаптироваться етіп кетеді екен, былай айтқанда. Ешкімді де кінәлай алмайсың да. Мына ана баласын мүлде ойнамайды екен. Мына анаға бәрібір осылай. Ешкімді кінәлай алмаймыз расында. Әркім өзінің ыңғайына қарай. И соответственно, баласы да тура оған ыңғайлы бала болады да, былай айтқан кезде. Керісінше мен ойлап қаламын да, кейде мен балама қатты бүйтіп деген сайын ол да соған үйреніп алған, давай мені ойнат, давай мені ит деген секілді. Сондықтан кінәламаған дұрыс, енді былай айтқан кезде. Енді Аружан осы жерде өзің жолдасыңа тоқталайықшы. Асқар әке рөлінде, жалпы сенің жолдасың ретінде қаншалықты сені қолдайды, баласына, қызына қаншалықты көңіл бөледі, сол туралы айтып берші. Енді Аллаға шүкір, жолдасым да енді андай өз-өзін дамытудан тоқтатпайтын адам ғой. Сол себепті любой затқа ол андай бір традиционный қазақ ретінде қарамайды, ол нормальный әке ретінде, күйеуім ретінде қарайды. И соған шүкір, рахмет айтқым келеді. Ол барынша енді көңіл бөлуге тырысады. 100% мен көңіл бөліп жатқандай, мен уақыт бөліп жатқандай қарамайды ғой. Себебі оның өзінің жұмысы бар, Бірақ егер бос уақыты болса, әрине кәдімгідей қарайды. Мысалы, бізде мынандай традиция бар. Суббота күні обязательно қызым мен жолдасым екеуі бір жерге ойнауға кетеді. Мен кемінде 5 сағат боспын ше. Егер, конечно, жолдасым осы қалада болса, міндетті түрде қарайды. Потом жұмыстан ерте келіп жатса, кешке қарай, соответственно, тағы да қызыма уақыт бөледі. Өздерімен ойнайды, дамытатын ойындар ойнайды дегенде. Солай кәдімгідей уақыт бөледі. Арасында, мысалы, мен бір затқа үлгермей жатсам, қызымды алып кетуге тырысады. Сол кезде мен өзімнің заттарын жасап алуға тырысамын. Или, мысалы, қазірде, например, мен осы жерге келдім, ал жолдасым қызыммен бірге сыртта ойнап жүрма, білмеймін, өздері көмектесіп жүріп. Солай, енді қолдайды. Конечно, көбірек мен уақытым бөлінеді по-любому қызыма, но барынша қолынан келгенше көмектесіп жатады. Ару, мына жерде айтқым келеді. Енді декрет шынымен де әрбір қыз үшін үлкен бір мектеп. Мен өзім бұл мектептен қазір скоро диплом алатын сияқты. Декрет расында да үлкен мектеп. Ол жерден сен өзіңнің қандай күшті екенін сезінесің, рас қой. Сенде сондай сезімдер қай кезде пайда болды? Сол туралы бөліші. Ең бірінші, мен любой ананы сіздер батырсыздар деп айтамын. Сіздер өте мықтысыздар ше. Сіздер уже өмірге бала әкелдіңіздер, соны қарап жүрсіздер, уже мықты адамсыздар. Себебі енді босану деген ол өте қиын процесс негізінде. Өте қиын, енді білмеймін. Бірақ в то же время самый сондай адамның апгрейд болатын кезі ғой, енді прям трансформация болатын кезі сол. И мен ең алдымен босанған кезде бірінші очередь жыладым, мамам үшін жыладым. Себебі мамам мен 6 бала босанған ғой енді. Ол өте қиын жағдай екен да. И мен сол кезде бірінші рет мамамды кәдімгідей, мама, рахмет, сен жылағым келді, аядым бір шетіне мамамды. Блин, неужели сен осылай 6 бала босандың дегенде ше. И сол момент сондай, сол кезде мен бүкіл әйел адамдарды қатты бағалай бастадым да. Даже ол дұрыс қарамайды шығар мүмкін, жаңағындай далада жіберіп қояды шығар баласын, или керек емес заттарды істетіп қояды шығар, енді мен ойымша жаңағындай. Бірақ мен по-любому любой ананы өте қатты бағалаймын. Ол өйткені өзінің қолынан келген зат істеп жатыр. И уже өмірге адамды әкеліп жатқанның өзі ол өте мықты. Сол ең бірінші жаңағындай. Екіншіден сол негізінде. Енді жаңа трансформация деп кеттің ғой. Сенің өміріңде трансформация қалай болды?
енді жаңағыдай. сен өзің айттың ғой, определенно бәрібір күйзеліске ұшырадың. Өйткені оны мен мысалы инстаграм жаңа бақылағанда, қарағанда, іздегенде қарадым, сен торт пісірумен де, иә, тәттілермен, одан кейін жаңағы не істедің тағы да, қызық марафондар ұйымдастырып бастадың. Негізі өзіңді іздедің күшті. Вот сол жолды айтып өтші, қалай болды? Вот негізінде жаңа айтып өткендей, енді ана болған кезде кәдімгідей трансформация болады, ол любой әйелде болады. И басында мен енді спортсмен болғам, осы уақытқа дейін балаларды дайындағам, мен залға барып дайындап келетім, мен уақытпен жұмыс жасайтын, қазіргі адамдар сияқты жаңа телефонмен жұмыс жасамайтын ол кезде, сондықтан декретте болған кезде барып жұмыс жасай салу маған не вариант болды, потому что мен баламды қалдырып кетіп жұмысқа кету маған пока невозможно болды ол моментте. И вот сол кезде енді табыс көзін іздейсің ғой, по-любому, енді жолдасым беріп жатыр, обеспечивает, но все равно енді осы уақытқа дейін өзін ақша тауып, өзін жұмыс жасап үйренген адамға ол өте қиын да. Маған мынандайға жіберші, былай істеші деген ол өте ауыр, по идее, эгомызға да өте ауыр. И сөйтіп басында енді жаңағындай өзімді іздедім, вот спортсмен болдым, тренер болдым. Енді қазір мен басқа қалай үйде отырып ақша таба аламын, қалай мен ол ақша табуда да емес қой мағынасы ше, негізгі причина ол өзіңді бір кішкене пайдалы сезіну ғой, өзің үшін. Өйткені балаң қарап отқан кезде любой әйел өзін бір пайдасы сезінеді. На самом деле ол көп жұмыс жасап жатыр, бірақ құнсыздандырады, өйткені общество тоже құнсыздандырады оны ше. Ой, бұл үйде отқан әйел ғой, не сұрайсың одан дегендей. Вот сондай состояниеден шығу үшін мен өзімді іздедім. Ең алдымен мен андай қызық адаммын да, мен спортсмен, но в то же время тәттіні қатты жақсы көремін. Енді вот сосын не істейтінді білмеймін. Жаңағындай клубника в шоколаде жасап бастаймын басында. Негізі торт жасап білетім, бірақ андай да, торт жасау процесс ұзақ, еще как-то қиын, ол печкада пісіріп отыруың керек, анау бар. И сосын давай клубника в шоколаде жасап көрем дедім. И ол басында істеген кезде көбісі оқып сөйтеді ғой, мен деген іздендім, неше түрлі сайттардан іздедім, шетелдердің сайттарынан, және ютубтарынан қарап, видеоларынан қарап үйреніп алдым. Сөйтіп басында өзімізге жасап көрдім. Вот ол кезде менің қызыма 3 ай болған. Мартта 3 ай болған. Сол кезде қызық болды да, вот енді бастап кетейінші дедім да. Как раз Бақанаста, ол кезде ауылымда болғам, үйімде, өзім төркіндерімде. И сол кезде рахат қой, қызыма қарайды, уақытым көп. И сөйтіп қарап отырсам, жаңағындай клубника в шоколаде жасау деген мода болып отыр екен сол моменте. Сосын как раз ораза басталайын деп жатыр ма, сондай болды. Сөйтіп жаңағындай клубника в шоколаде, жаңағы финики в шоколаде жасап үйрендім. Басында сөйтіп бастадым, нормально ақша таптым, одан да енді. Бірақ андай да, ол уақыт көп кетіресің да, оны үйде отырып жасауың керек, балаға қарамайсың да ол моментте. Вот сондай болды. Еще баламен сен магазинге барып каждый раз ана заттарын әкелу керексің, ол да қиын болды. Одан кейін екіншіден не істеймін? Мен осы уақытқа дейін фитнесті оқығанмын, бірақ тағы да кішкене дамытайыншы дедім да, жаңағындай диетологияны оқыдым басында. Нутрициология, диетологияны оқыдым. Басында мен вообще психология оқиын деп ойладым да. Бірақ қойшы психология кішкене тұра тұрсын, мен өзімнің спортыма кішкене жақын затты үйренейін дедім да. Вот диетология, нутрициологияны оқыдым біраз уақыт. Одан кейін ол кезде залға барып жүрген кезде мен түсіндім. Менде қанша 6 жыл бойы жаңағындай оқуда оқысам да, мысалы қанша 16 жылдық ол кезде опытым болса да спортта, бірақ менің әлі де өзімді қалыпқа келтіруге жаңағындай әлі білімім жетпейтінін түсіндім да. Мен каратеден Аллаға шүкір жақсы дайындап бере аламын да, жақсы каратист шығарып бере аламын. Одан бөлек жаңағындай жаттыға аламын, өзімді қалыпқа келтіре аламын, бірақ әлі де полностью 100% мен өзімнің білім жеткіліксіз екенін түсіндім. Жаттықтырушымен жұмыс жасау керек екенін түсіндім. Потом тұрдым да ойладым, лучше мен өзім тағы да дальше оқып алайын дедім да. И сол моментте жаңағындай фитнес-тренерствоны тағы да оқыдым, жаңа персональный тренер жаңағындай, фитнес-тренер, одан кейін осанкамен жұмыс жасауды.
и жаңағындай мышцы тазоводна, ол қазіргі особенно босанған әйелдердің проблемасы ғой. Вот соны оқып алдым. Сосын дородовой, послеродовой восстановление, тренировки, вот соның барлығын обширно оқыдым. Потому что до этого менде андай ғана білім болған. Обычный адамды дайындайтын, тренировка істететін, сондай ғана білім болған да. Ал маған енді әйел адам дайындау керек. Әйел адам денсаулығы, оның организмі бөлек қой ер адамнан. Сондықтан маған былай толық сол любой периодта елді дайындай алатындай болу керекпін деген менде сондай мақсат болды. И сосын сол кезде соны оқып бастадым. Одан бөлек мен ол кезде Америкадан заттарды заказ беретін байерсто, оны да оқыдым, оны да көрдім, оны да қызыма киімдер заказ бердім, өзіме киімдер заказ беріп сөйтіп үйреніп алдым. Вот өйстіп жүрдім да, примерно жарты жылдан астам кәдімгідей фитнес тренерство, жаңа фитнес саласын обширно оқыдым. Бірақ бұл андай болды ма саған? Әлі де сен бұл өз жолың емес деген сезім болды ма? Ол кезде басында мен жаңағыдай клубника, ол жоқ, ол мен кемес екен дедім. Өзім для интереса, хобби ретінде болады, но прям все время осыны ғана жасай беру мен кемес екен түсіндім. Екіншіден жаңағындай байерство тоже ол үшін мен кәдімгідей вложение жасау керекпін бірінші, екіншіден кәдімгідей зерттеуім керек, а мен өзім брендке қатты қызықпаймын да. Сол себепті ол маған особо қатты қызық болған жоқ. Потом енді жаңа нутрициология, диетологияны оқыдым, спортты оқыдым, и өзімді восстанавливать етіп жатырмын, денсаулығымды жақсартып жатырмын, өзім формаға келіп жатырмын да. И вот ойладым, сол моментте ойладым, блин, мен сияқты әйелдер көп, босанған әйелдер көп, артық салмақты әйелдер көп, осанкамен проблема көп, жаңағындай көп деген енді денсаулығын жақсартқысы келетін әйелдердің саны өте көп. Бұл тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемде негізінде. Вот негізі енді мен барлығына көмектесе алмасам да, неужели мен сияқты қалыпта жүрген, мен спортсмен ретінде қанша қателік істесем, олар вообще білімдері жоқ қой, олар вообще олар деген любой адамдар, сен арықтайсың, сен денеңді былай істейсің, бол, сен осыны істе десе, соны істеп кетеді да олар. Вот сондықтан кішкене білімді болсыншы деген ниетпен осы жолда бастап кеттім, Аллаға шүкір. И как-то дальше больше кетті ғой ары қарай. Енді қараш, сен жаңа айтып отырсың да, мысалға любой нәрсені бастап кете салады. Сонда ол кез келген спорт, ол әрине дұрыс деген сөз емес. Сен дұрыс арықтатады деген сөз емес. Денсаулығың зардап шегіп қалуы мүмкін, ол өте маңызды не ғой. Көп әйелдер не істейді? Ішкі келбетін, мысалы жаңағында женское здоровье дегенді онша ойламайды. Олар сыртқы бейнесі әдемі болса болды, сырттан өздері әдемі болып, жаңағында арық болып тұрсам болды деген ниетпен кез келген жаттығулар жасай береді да. И көбісі әйелдерді эмоциямен алады ғой. Вот сен қатысасың, 10 килограмм тастайсың 20 күнде, 2 аптада 20 килограмм тастайсың дегендерді көрдім мен, шок болдым да. Бұл деген организмі қандай шок ше. Қандай нагрузка, ол деген қандай жаттығу істеп жатыр, чтобы ондай салмақ түсіру үшін. Мен опытный спортсмен кезінде ер адамдар, ұлдар болатын, который 2-3 күнде мысалы 10 килограммға түсіруге тырысатын, бірақ ол деген организмына қандай стресс. Мен өзім даже салмақ қуғам кезінде спортсмендерді, это банально. Менде болған, сөйтіп қанша? Кішкентай 14 жасымда ғой деймін. Өзім 50 килограмм болғам ол кезде. И 47-ге шығу керек болып 3 килограмм тастағам ше. Сол 3 килограммды қанша уақыт тастай алмай, сосын жарысқа әлсіз болып шығып қалдым да. И ол организмға қандай шок екенін мен білемін да. Содан кейін салмақ тастамаймын, өйтіп өзімді қинамаймын дедім да. Лучше образ жизни жасай, өзімді қатты артық қылмаймын да, не қылмаймын да, өзім нормально ұстап жүремін дегенде. Вот, а вот әйелдер оны білмейді ғой, самый главный тез результат керек. Мен де мысалы, сен де барлығымыз тез результатты хотим, соответственно, олар тез результат көру үшін жаңағындай көптеген рекламаға сеніп қалады, жаңағындай керек емес өздерін зорықтыратын андай упражнениялар жасайды. А ол деген мысалы жаңадан босанған әйелге жүгіруге, секіруге болмайды по идее. Кемінде 1 жыл, алдыңғы 1 жыл сен көп жүгірме, андай мышцы тазоводнаны жаңағындай, соны қатайтатын, көбірек жаттығу істе, барлығын уже 3 айдан кейін жаймен бастауға болады. Бірақ жаңағындай секіріп жүгіретін жаттығулар емес.
қалдың. зардап шегіп одан кейін ол 10 жылдап 20 жылдап ауырып жаңағыдай денсаулығын құртқанша, либо жаңағыдай РПП болады, расстройство пищевого поведения болады оларда. Сосын марафондарда көбіне не істейді, жаңағыдай 10 килограмм салмақ тастайсың дейді да, от души жаттығу жасатқызады. Екіншіден жаңағындай диетаны ұстатады ғой. Диета ұстауға болмайды. Диета деген ол ауыратын адамдарға берілетін диета, ол жаңағындай диета номер 5, номер 3 деген сияқты неше түрлі болады. Ал өмірде сен салмағын түсіру үшін просто балансты тамақтану керексің, дұрыстап жаттығу жасауың керек, андай қатты зорықтырмайтын, андай профессионально тренер құрып берген жаттығуларды жасау керексің. И жаңағындай дұрыс ұйқы, енді әрине ол қиын декреттегі аналарға, но көбірек дұрыстап ұйықтау, көбірек жүру, вот осы болу керек та. Баламен бірге можно выстроить дейсің ғой, режим барлығын былай айтқан кезде. Андай ғой, жаңа айтып жатсың ғой, тез арықтап, мысалға тез арықтағаннан кейін ол тез салмақ қосып алуы мүмкін ғой. Мысалы организм андай ғой, мысалы біз миымызды шектеген, біздің миымыз оны жақсы көрмейді. Біздің миымыз всегда расслабленный болғанды қалайды. Сондықтан егер біз жаңағындай өзімізді 20 күн қатысып жатырық па, 20 күн бойы өзімізді шектейміз, мысалы тәтті вообще алып тастаймыз өмірімізден. Бірінші өзгеріс, біз тәтті, мучной барлығын алып тастап, таза тамақтанып жатырмыз деп жаңағыдай диета ұстаймыз. Екіншіден, біз жаңағындай күнде секіріп жүгіретін тренировка істеп жатырмыз, ол уже екінші өзгеріс біздің организмде. Үшінші жаңағындай тағы не болады ол жерлерде, не үйретеді? Көп жүр, көп қимылда, андай азырақ тамағы іш деген, сондай өзгерістер болып жатыр да біздің организмде. И миымыз бұдан бізде кортизол деген гормон болады, гормон стресса. Ол қаттырақ бөліне береді. Бізде миымыздан отырда 20 күн шыда. 20 күн бітеді, сен салмағын түседі. И сөйтіп 20 күн өтеді, жаңағын барлығын істейсің, салмағын түседі. Миын деп расслабиться етеді, өзің де расслабляться етесің, салмағын да нормально түсті, ура, сен мықтысың дейді. Миын не дейді одан кейін уже? Болды, андай дешевый, жаңағыдай дофаминдерді алып алды, болды. Енді ары қарай жаңағы стрессовый гормондар қаптап тұр ғой. Енді оны миымыз до такой степени қаптап тұр, и жаңағындай болды, 20 күн бітті. Дальше все можно. Сен салмағынды түсірдің, өзіңнің целіне добилась, все. Дальше можно все дегенде жаңа 20 күннен кейін салмағын түсірді, потом ертеңгісі күні қайтадан соң қосылады. Ладно, сразу қосылмайды, 1 апта, 2 апта өтеді, сен уже жаңағы 20 күн бойы өзін шектеген затында миын 2 есе, 3 есе, 4 есе тамақтандырып, жаңағындай жегізіп, неше түрлі тамақтар сөйтіп қайтадан қостырып алады. Ол бұл даже не емес, это просто научно да. Это факт, это факт, потому что сен миыңды өмір бақи шектеп жүре алмайсың, либо сен максимум сөйтіп шектеп 1 жыл жүретін шығарсың, либо жарты жыл жүретін шығарсың, но зато сенің шашындағы витаминдер кетеді, денеңдегі витаминдер кетеді, сүйектерің уже кішірейе бастайды, деген жаңа жұқара бастайды. Бүкіл денеңдегі сен өзіңді шектеген сайын сенің организмындағы бүкіл витаминдер соны восполнять етуге тырысады. Соответственно, сен салмағын түсіресің, бірақ сен өмір бақи ашуланшақ боласың, өмір бақи мінезің, настроениең бәрі түсіп жүреді. Почему? Потому что сенде жетіспеушілік болып жатыр да. Сөйтіп бір 3 ай өтеді. 3 ай өткеннен кейін мүмкін сен иммунитетің түседі, сен ауырып бастайсың. Жаңағындай либо там РПП болады, жаңағы расстройство пищевого поведения, жаңағы тамақта жей бересің, потом өзіңді кінәлайсың, қайтадан жейсің, солай сөйтіп 2 есе, 3 есе салмақ қоса аласың, либо ауру боласың. Оны сонда былай бастау керек қой, бірте мысалы, бастайтын болса тек. Организм бізде миымыз асықпау керек дейсің ғой, былай айтқанда. Миымызбен келісу керекпіз ғой. Вот қазір андай шығып кетті ғой, мода чисто психологиямен салмақ түсіретін адамдар бар да. Ал кейбіреулер, бірақ енді от крайности до крайности ғой. Вот сен тек болды, мен миыммен келісемін деп отыра берсем, ол да білмеймін енді, мен үшін как-то бір түрлі бәрін совокупно қарау керек та. Вот миыңмен келісу керексің. Сен бәрі жақсы, бірақ енді давай бүгіннен бастап кішкене өзімізге пайдалы зат істейік та, давай. Өзіміз үшін ғой, бұл біреу үшін емес, 20 күн үшін емес, бұл біздің өмір бақи, біздің денеміз, ол біздің бір уақытша проект емес қой. Бір проектті бітірдім, болды, тастай салу емес, ол біздің өміріміздің соңына дейін жүретін бір серігіміз ғой. Біз енді денеміз, ол біздің өмір бақи қасымызда жүреді. Өмір бақи біздің қасымызда жүреді. Оны сен ауыстырып басқа денеге кетіп қалмайсың ғой. Сол себепті сен жаңағындай тек вот определенный уақытқа емес,
өзіңді жаймен миыңмен сөйлесіп, иә. Дальше вот бүгін мысалы бір перекусыңды алып тастадың, иә, артық перекусыңды жемедің, сен уақытылы 4 уақыт тамақтандың, вот это уже хорошо, да, сен уже күшті изменение жасадың. Или ладно, сен уже дұрыс емес тамақтанып жатсың ба, бірақ сен бүгін кішкене жаттығу жасадың. Или бүгін сен 10 мың шаг жасап келдің, бұл уже күшті, сен уже өмірінде активность қосып жатсың. Вот 10 мың шаг жасап келдің, иә, бір өзгеріс болды. Кішкене осыны өміріне внедрять етіп жатсың, барынша пайдалы тамақтануға тырысып жатсың, иә, жаңағындай мусорная еда деп айтады ғой. Бірақ енді мусорная еда, мен всегда айтамын, ол мусордағы тамақ деп айтамын да. А бірақ көбісі айтады, что мусорная еда это жаңа фастфуд, жаңа чипсы, анау мынау, иә. Вот соларды жай-жай азайтасың, иә, өмірінен. Это уже хорошо. Бүкілін сразу алып тастау, ол миға үлкен стресс. Өмір бақи сен оны жемеу өту, ол тағы да жаңағындай өте қиын да. Сол себепті жаңа мүмкін кішкене азайтасың, иә. Өміріңнің 80% пайдалы тамақ болса, 20% жаңа сенің психикана, эмоцияна керекті тамақ болады да, жаңағындай пайдасыз, бірақ сен жақсы көретін тамақтарың, вот соны 20% өмірінде қоссам болады, 80% пайдалы тамақ дегенде. Вот екінші өзгеріс болды. И жаңағындай жаттығулар бастадым, 10 мың шаг жасадым, енді бүгін 20 минуттық 30 минуттық жаттығу жасадым. Бірақ в то же время оны ескеруіміз қажет, жаңа секіріп жүгіру емес. Сен енді жақында ғана босанған болса, онда легкая растяжка, да, вот легкая силовая тренировка, легкая кардио тренировка без прыжков деген сияқты, вот содан бастадым. И жаймен өміріне оны қоса бересің, и бір ай өтеді, мысалы бір айдан кейін ол сенің уже образың болып кетеді да, образ жизни болып кетеді. Сен өзің түсінбей қаласың, қалай сен уже тренировка істеп жүрсің, қалай сен нормально тамақтанып жүрсің, қалай сен уже жаңағындай шагтар жасап жүрсің. Ол уже уақытша болмайды, кәдімгідей ол сенің уже әдетің. Иә. Әдетке айналдыру ғой, негізі өте күшті нәрсе айтып жатсың да. Расында да ол бір уақытша арықтап қою емес, әдетке айналдыру, өмірлік әдетке айналдыру. Күшті. Сендер мысалға, Аружан, мен білемін, сендер отбасылармен барлықтарың дұрыс тамақтанасыңдар. Есімде бір бір қонаққа барғандамын, Асқар, мен мучной жемеймін. Ондай кезеңде болды. Сондай кезең болды ғой, иә. Сол кезде қалай келдіңдер, отбасыңмен келу қалай болды бұл нәрсеге? Енді менде маған повезло в том, что кейбір семьяларда жаңағындай ПП деп өйстіп қарайтындар бар да, мысалы үлкен кісілер түсінбейтіндер бар, бірақ енді тағы да айтып кетейін, мен мамам, екінші мамам, енем наоборот, өзін дамыта береді, өсе беретін кісі да, и ол кісі бірінші сол кісі бастады. Иә, мен есімде. Ол кісі жаңағындай правильно питаться етіп бастады, жаңағындай мучнойды барлығын алып тастады өмірінен. Содан кейін бізде подстраиваться етіп бастадық, как раз мен ол кезде оқып бастағам, жаңағындай давайте деп бізде сбалансированно питаться етуге тырыстық. Бірақ ол кезде енді слишком болып кеткен кезіміз болды. Ол любой жаңадан ПП-ға көшіп жатырмын дегендер сөйтіп қуып кететіні болады. Енді бізде жаңағындай альтернативная мука, там без глютена, или там сахарозаменители дегендей, сахарды алып тастау деген ондай кезеңдер бізде болды. Потом мен нутрициологияны тереңірек оқыдым ғой, диетологияны, доказательная нутрициологияны. И сол кезде түсінгенім, ешқандай тамақтан біз өмірде отказ беруге міндетті емеспіз. Наоборот, егер сенде глютенге непереносимость болса, саған аллергияң болса, онда оны өмірден алып тастау керексің. Ол неден шыққан? Америкада көп та сондай, Европада, Америкада өте көп жаңағындай глютенге непереносимость көп. Сол себепті оларда альтернативная мука шыққан, жаңағындай дегендей. И сосын ол тренд, мода болды да, и маркетинг бір шетінен жаңағындай альтернативная мука всегда подороже, чем обычная, да, обычная мука. Сол себепті ол маркетинг болды, елдерге де жаңағындай сатып жатқан адамдарға пайдалы да. Сол себепті елдердің барына массово құя берді. Вот глютенсіз тамақтан, сен сахарозаменительдерді қолдан, андай жеме, мынандай жеме, лактоза зло деген сияқты, ет аз жеу керек, ет зло деген. Бірақ енді біздің ата-бабамыздың барлығы ет жеп келген адам ғой, біздің генімізде ол, Мысалы, кейбір мемлекеттерде ашты тамақ, это для них нормально, да? Олардың да гендерінде уже это все сынып кеткен да, и олар оны жесе, олардың организмдеріне ештеңе болмауы мүмкін. А біз ондай мөлшерде ашты жесек, біздің организм оны көтере алмауы мүмкін да. Сол сияқты бізде етті бұрыннан жеп келетін адамбыз. Сол себепті енді мен айтпаймын, күні түні тек ет же деген сөз емес, но алып тастау өмірде вегетарианист болу деген ол нонсенс негізінде ше. Егер сен кішкентайынан нан жеп келе жатсың ба, это тоже нормально. Самое главное андай ғой,
азайту керек та. Сен өміріңнің барлық жана рационның барлығы тек осы тамақтардан тұрмау керек. Балансты түрде, мысалы қызыл түсті, сары түсті неше түрлі көкөністер бар, мысалы жасыл түсті. Сол дәрумендер беретін, дәрумендерге, жана витаминдерге, минералдарға, ферменттерге бай тамақты просто сен күніне сочетание болу керек та. Мысалы белок, жиры, углеводы, клетчатка, соның сочетаниясы бар тамақ жеу керек та. Это не означает, что сен болды анан мүлдем жемеу керексің, нан жемеу керексің деген емес. Просто ақ мукадан жасалынатын тамақ ол шынымен де ауыр қорытылады біріншіден. Екіншіден ол оның ішінде ешқандай пайдалы зат қалмаған, себебі ол қанша обработкадан, қанша этапта обработкадан өткен. Сол себепті оның дым пайдасы жоқ, зияны болмаса шынымен де. Сол себепті сен оны күннен күнге көп жей берсең, ол сенің организміне зиян. Бірақ сен оны қатты жақсы көрсең, арасында жеу, это нормально. Күнне мүмкін таңертең бір нан жесең, бір тілік нан жесең, от этого ничего не изменится, это нормальное явление, да. Сол сияқты жана тәттіге де солай ғой. Самое главное, сенің рационың тек тәттіден тұрмау керек та. Таңнан кешке дейін тәтті жей бермеу керексің. Но жаңағындай в меру арасында бір кішкене жеп қою, от этого организм ойбай демейді. Негізі нормально сол бірден бүйтіп икс қойып тастамау. Икс. Енді ар жағынан туралы сөйлескім келіп тұр да. Енді сен түрлі марафондар жасадың осы бойынша, қыздарды кәдімгідей өзіңнің инстаграмыңда белсенді түрде қыздарды марафонға шақырып, өте мысалға өзің айтып жатсың ғой, қаншама сен білім алдың, бірақ сол біліміңді аз ақшаға қыздарды шақырдың. Енді былай айтқан кезде сен өзің сияқты қыздарға қолдау көрсетіп, дұрыс арықтауды үйрету мақсатта ғой, былай айтқанда. Сол кездегі қыздар туралы айтшы, нәтижелер қалай болды, қарым-қатынас қалай болды ол кезде қыздардың саған деген? Енді негізі андай осознанность деген болады ғой. Болды қыздар, марафон басында не үшін аштым мен? Негізінде біз жаңа Бишкекке көшіп кеттік қой. Осы жерде басталған негіз қызықтың бәрі. Мен инстаграмнан да көрдім. Сен былай айттың, сен өзіңді іздеу жолда болдың, анан істедің, бірақ сен өзіңді сол жаңағы сендер өздерінің тұрғылықты орындарыңды ауыстырғаннан кейін сол кезде сенде жаңа өмір басталды дейсің. Кәдімгідей жаңа өмір басталды дейсің бе? Жоқ, мен ол уақытта қызым 1 жастан асқан болатын. И біз көшпей тұрып, менде андай ой болатын. Вот оның барлығын оқып жатырмын, білімім енді жеткілікті деп айта алмаймын, оқып жатырмын әлі де, бірақ бар, Енді мен барам да, қазір бір жерге жұмысқа тұра салам, қызымды садикқа берсем болды, либо там қарай тұрса, кешке қарай жұмысқа кетіп қалам. Менде бар да вариант. Қатты ондай ойлап жүрген жоқпын, самынған оқып жатырмын, дамып жатырмын, өзімде тестировать етіп жатырмын ол кезде ше. И сөйтіп жолдасым айтады, бітті Қырғызстанға көшеміз, Бишкекке көшеміз, по работе деді. Қанша уақытқа дейін білмеймін, но кемінде 3 айға кетеміз. Ладно деп кеттік. Сол кезде басталды, ойбай, енді мен не істеймін, жұмысқа тұра алмаймын, Бишкекте жүрмін, қызымды қалдыратын адам жоқ. Ладно, Алматыда жаңағындай енеме қалдырып кетемін ғой, бұл жерде қалдыратын адам жоқ. Не істеймін, мен мына білімді оқып жатырмын, бұны бір жерге салып, бір жермен бөліспесем, біреулермен бөліспесем, бұл менде андай, даже исламда да айтады ғой, жаңағындай білімін бар, бірақ оны қолданбасаң, далада есектің үстіне кітап іліп қойғандай боласың дегендей, Вот сондай болмай шірей береді екен дегенде мен естідім. Ол шірей береді. Одан кейін ол ұмытып қаласың дегендей ғой. Сондықтан онымен қалай бөлісемін деп жатырмын ғой. И сол моментте менде бірақ құрал болды, ол Инстаграм. Еще ол Инстаграмға менің келуімнің өзі, ол басында Алматыда басталып кеткен, по идее, жаңағындай қыздарды медеуге шығарам деп ой салғам. Сол кезде маған бір қыз айтқан, сен сонша білімің бар, давай марафон ашып көрсей деп. Сол кезде айтқан, деп сонымен 3 ай бойы жүрдім ғой, сол Қырғызстанға көшкенде басталды ғой, сосын жаңағындай Қырғызстанға көштім. Енді жаңа құралым сол телефон. Телефон арқылы ғана мен жаңағы біліммен бөлісе аламын. Қырғызстанда енді мен барып сразу жұмысқа кіріп кетпеймін ғой. И сөйтіп жаймен Инстаграм жүргізіп бастадым басында. Потом ол кезде подписчиктарым да аз, ондай активность өте аз, төмен, бірақ все равно өзім білетінді сояққа бөлісе бердім. И сосын тұрдым да, давай все-таки болды, марафон ашайын дедім. Сөйтіп марафон аштым, өте арзан бағада, по идее, 5 мың ба, сондайға аштым. Бірақ андай өте білімді, обширный, жаңағындай ішінде өте көп информация болсыншы дедім. Потому что көбіне декреттегі аналар келеді. Олар жаңағындай қателік істеп қоймасыншы деп, жаңағы бүкіл осанкамен жұмысты да, жаңағындай мышца тазовадамен жұмыс жасауды да, одан бөлек жаңағындай денсаулыққа, особенно босанған әйелдерге қауіп қатерін тигізбейтін жаттығуларды, одан бөлек менюлар, тамақтану, ол не, сон барлығын қосып ашам. Сөйтіп Аллаға шүкір, басында енді бірінші рет ашқан кезде жаңағындай
өзім қалағандай адам келді. Мен де сатып алғанмын. Иә, Алла тағаланың өзінің бір андай бір несі ғой, жақсылап әкеп берген уақыты шығар деп ойлаймын, что мен тілеген затым тілегендей қылып болды енді, Аллаға шүкір. Сөйтіп басында еще елдердің барлығы жақсы результат көрді, сөйтіп бірінші поток бітті ғой. Бірақ өзім бір-екі қателіктер түсіндім, типа обратная связьбен жаңағындай баға қойсан жаман шаршап кетеді екенсің ше. Өйткені иә 5.000 теңгеге алады да 500 мың теңгенің информациясын сұрайды ғой енді олар ше. Сондай болды да, сосын мен деген кәдімгідей таңнан кешке соларға жауап беремін, бүйтемін сөйтемін. Қиын екенін түсіндім да, может келесі айда кішкене қымбаттатамын деп, бір қымбаттатқан кезде 20 мыңға қымбаттатқан жоқпын енді. Жаңағындай бір 10 мың 5 мың деп ше, обратно без обратной связи деп сөйтіп бөлдім. И вот сол кезде қызықтың бәрі басталды ғой. Маған деген елдер 5.000 теңге десем, марафон неге қымбат дейтіндер бар ғой. О господи деген осында 5.000 теңгеге қымбат деп тұрған адамдар бар. Мүмкін енді сондай бар шығар енді иә адамдар. Бірақ енді бұл сіз деген товар алып жатқан жоқсыз ғой. Сіз денсаулығыңызға, өзіңіздің болашағыңызға инвестиция істеп жатырсыз. И сол моментте жаңағындай менде выгорание пайда болды. Неге қымбат, неге мынандай, неге андай деген сияқты. Даже алмаса да сондай жаман негативті заттар қалдырып кететін адамдар өте көп болды да. И мен сол кезде түсінгенім, көп тикректегі әйелдер өз-өздеріне қатты аяйды екен ше. 5.000 теңгені аяйды. Бір шетінен енді олар түсінем, потому что жұмыс істеп жатқан жоқ, үйде отыр. Конечно, 5.000 теңгені артық құртқысы келмейді, лучше балама құртайын деп ойлайды шығар енді ше. Бірақ в то же время сол моментте енді жолдастары қолдап давай десе болады ғой енді ше. Деп ұлдарға нені бір жіберсем. Жоқ енді бір шетінен солай деп ойлаймын, потому что егер жолдастар да қолдап давай мен саған беремін, ала ғой десе, олар да қуана алады ғой негізінде. Неге қымбат деп отпайды. Әр нәрсені сұрай бермеймін, мынау неге кеттім, мынау неге. Мүмкін деп ойлаймын да содан. И сол кезде жаңағындай көп болды. Андай 5.000 теңге деп айтам. Сосын тұрады айтады, ішінде мынау бар ма, анау бар ма, мынау, или там алып алады да, без обратной связи алып алады да, сосын жаңағындай көп менен сұрақ қоя береді маған ше, жаңағындай түніма қарамайды, түнгі 11-12-лерде де сұрақ қоя салатындар болды. Енді ондай жағдай көп болады, ладно дедім ше. И результаттар бірақ болды, Аллаға шүкір. Жақсы, 21 күн ішінде жаңағындай талиялары, ең бастысы мендегі жаңа салмақты сразу 20 килограмм түсіріп тастау емес қой. Сондықтан жаңа қыздарда жақсы салмақты жаңағындай объемдар кетіп жатты. Даже салмақтар өзгермесе де жаңа іштегі вздутие кетті, осанкалар реттелді дегендей, жаңағындай сезімталдығы жақсы болды деген сияқты ше. Сондай көптеген жақсы нелер болды. Ол бір шетінен маған да өте қатты қуандым оған. Бірақ жаңағындай келесі потоктарды ашқан кезде жаңағындай да негативный сторона көп болды да, и мен сөйтіп Инстаграмнан 3 айға жоқ болып кеттім ғой. Мен деген болды, өзімді андай не сезініп қалдым ғой. Өзіме жаман критика пайда болды. Мен шынымен сонда онша емес заттар беріп жатырмын ба, елдерге дұрыс дайындап жатқан жоқ шығар мүмкін деген сияқты сөйтіп. Мүмкін менің контенттерім дұрыс емес шығар деп 3 ай ма, сонда жаздың соңынан примерно октябрьға дейін жоқ болып кеттім ше. И вот сосын октябрьде қайтадан бастадым жайын. Қалай келдің оған? Қалай келдің? Өзің состояниеңмен айтпашы. Басында әне-міне бастайын деп жүрдім. Жаңағындай выгоранияға кетіп қалдым ол кезде. Мен пайдасы шығарым деп. И сол кезде тағы да оқыдым. Не істеймін? Тағы да оқыдым. Офлайн барып, кәдімгідей барып. Не оқыдың? Жаңағындай осанкаға тереңдетіп тағы да оқи бердім ше, жаңағындай. Мен жалықпаймын, оқи беремін ше. Күшті. Сөйтіп кітаптар көп оқи бастадым. Сөйтіп біраз жүрдім да, енді әлі Қырғызстандамыз. Мен по-любому жұмысқа әлі кіре алмаймын. Мен қайтадан бастайын, не істеймін мен үйде деп ойладым. Ол кезде де еще сол өзін жоғалтып жүрген кезде тәттілер жасап кете ма бір Сен анда не сияқты ғой, стресске ұшырағанда тәтті жеудің орнына тәтті жасап кетесің. Сондай ма білмеймін, Алматыға келіп қаламыз ғой, арасында 4 күнге келген кезде жаңа дубайский шоколад сатып алғам. Аружан не жасаса да сатып алады екен, айтпақшы. Сенің маған өтіп кететін сияқты. Сөйтіп, сол дубайский шоколад жасап бастап сөйтіп қоямын да, өзімді алдап қоямын, мен нормально табыстап отырсың ғой деп. Бірақ сосын, в общем, октябрьде бір блогердің несін көріп қалдым, өтіп кетті соның рекламасы маған. Өзі с нуля бастап жүргізген жақсы, ештеңкеден тоқтамай жүргізе бергеннен жақсы дамып, қазір жаңағындай өсіп кәдімгідей аудитория жинаған, тоқтамағандықтан. Мен ойладым да, мен неге мынау жерім дұрыс емес, мынау дұрыс емес шығар деп өзімді тоқтатам. Қашанғы мен мой биографияны оқып бітем, қашан мен оның бәрін дамытып бітем, лучше қазір бастай берейінші.
жоқтан қарағанда жақсы ғой деп ойладым да. И сөйтіп жаймен инстаграмды қайтадан жүргізіп бастадым. Вот сол кезде тағы да выгорание түсіп кете жаздадым ғой. Ахват деген вообще жер болып кеткен ғой. Сондай болды. Бірақ мен нетпедім, ладно, ничего страшного дедім да, тоқтамай сол кезде бастай бердім, жасай бердім. И бір қызығы біз декабрьде Қазақстанға қайтып келдік. Сол кезде рост болды ма, сондай болды ғой. 8 ай бойы жүргізген сол кезде инстаграм, сол кезде бір плод бере бастады ше. Атылды, сол моментте. Аудитория жиналды, 2-ақ мың подписчик, 10 мың подписчик болды дегенде. Енді ол кезде бір 5-6 мың болды. И сол кезде қайтадан марафонымды сұрайтын қыздар көп болды ғой. И сол кезде еще Мама Кейр деген не бар, сообщество. Сол жерде мен как тренер ретінде ішіне кірдім ше, жаңағындай декреттегі аналарға көмектесетін иә. Вот сондай болды. Сосын жаймен жаңағындай инстаграмда да аудиториям жинала берді. Сөйтіп қайтадан марафондарым өтті. Ол кезде де енді қандай қымбат дейтіндер де болды, бірақ алғандар да болды. Сол кезде түсінгенім, просто мен өзімнің аудиториям таппағанмын, наверное, осыған дейін деп ойладым да. Өйткені осознанный мамочкалар өте көп негізінде. Осознанный мамочки, осознанные женщины, девушки өте көп та. Сен определенно басқа неге түсіп кеткенсің ғой. Иә, ол кезде бір андай. Ол өзі сол период саған керек болған ғой, сен өсіру үшін. Сол керек болған ғой. И сөйтіп Қазақстанда жүрдім. И Аллаға шүкір, қазір жаймен енді жүріп жатыр. Бірақ енді түсінгенім, марафон ол аз, біріншіден информация по-любому аз екенін түсіндім. 21 күн ғана. Жаттығулар да аз деп түсіндім. И сонымен қазір енді жаймен курсқа көшіп жатырмын. Ол жерде вообще көбірек білім берем деп ойлаймын. Негізі енді курсқа өтпей жатыр. Мынаны айтшы, біздегі көп қыздардағы проблема қандай? Мысалға, жаңа сен айтып жатсың ғой, босанғаннан кейін мен өзім мысалға айта аламын да, менің қазір кәдімгідей белім ауырады, мен бірақ жап-жас болып, мен мойындаймын, мен қазір енді спортты қолға алып бастап жатырмын да. Мен сен марафон сатып алып, оны жасамаған адаммын. Енді декретте болғаннан кейін андай ғой, опять же сен андай не істеймін деген немен эмоциямен алып қоясың да. Сосын моментте сен үлгере алмайсың, уақытың болмайды, балаң мына жақта, сосын қалып кетеді кішкене. Ондай да бар, оны да мойындау керек. И шынымды айтсам, енді мен декреттен кейін андай восстановление деген нәрсені жасамаған адаммын ғой. Мен 1-2 рет терлеп деген сияқты солай жасаған шығармын. Бірақ шынымды айтсам, андай бір болады ғой, жаңа сен опущение деп жатсың, соған байланысты ештеңе істемеппін да. Мен қазір последствияларын уже байқап жатырмын, өйткені белім қатты ауырады. Енді мен содан кейін уже өзіме тревога бастадым да, так, Лаура, былай болмайды, сен әлі жассың, сен әлі өмірге тағы да балалар алып келу керексің деген секілді. Сен өзіңді күт деп мен енді спортты ақырындап қолға ала бастадым деп айта аламын. Бірақ енді сол айтшы, бізде сондай қыздар көп қой енді. Өте көп қой. Біріншіден, былай айтқым келеді қыздар. Спорт дегеніміз ол арықтау құралы емес. Сіздер тек арықтау үшін ғана спортпен айналысу деген, это вообще глупо, по идее ше. Спорт ол сіздің денсаулығыңыз. Спорт дегенде андай профессиональный спорт емес. Естественно, айтады, спортқа лечит, физкультура лечит дейді. Просто сізде жаңағындай өміріңізде активность болу керек. И біздің бүкіл әйелдердің болсын, ер адамдардың болсын проблемасы жаңа осанкадан басталады. Вот осанкамен жұмыс жасау үшін не істеуіміз қажет? Тағы да жаттығу жасау керекпіз. Мысалы біз қазір былай отырсақ, мысалы соткаға осылай қараймыз, оның барлығы біздің не істейді? Осанкамызбен проблемаға алып келеді. А ол не істейді? Болашақта жаңағындай бүкірлік, бел ауырады, мойын ауырады, тағы да көптеген проблемалар, второй подбородок былай шыға қалады, денеңде артық салмақ болады, отек болады. Оның барлығы неден келеді? Жаңағындай просто осанкадан келеді. Ең алдымен барлығын айтқым келеді. Сразу жүгіріп секіріп жаттығу емес, спорт деген кезде просто осанкамен жұмыс жасау керек та. И бүкіл проблема, бүкіл денсаулығымыздағы проблема ол осанкадан басталады. Егер біз осанкамызды реттесек, қалған жаттығулар жасаған кезде, силовой жаттығу жасайық, немесе жаңағындай кардио жасайық, результат сол кезде жақсырақ болады. Ал егер сен осанкамен жұмыс жасамай тек жаңа жүгіріп секіре берсең, салмағың түседі, бірақ қандай қисық болдың, солай қаласың. Қалай белің, мойның ауырды, солай қаласың, либо одан да қатты ушықтырып жібересің да. Сол себепті бірінші очередь жаңағындай, мысалы мамаларда да, мамашкаларда в основном болады, мамочкаларда неге? Біз бала көтереміз, бала көтергенде өмірі осылай жүреміз, Ол біздің еміземіз, оның барлығы мына жерден бастап бүкіл проблемаға келеді. Одан бөлек жаңағындай бел неге ауырады? Бел де осыдан басталады. Біріншіден біздің табанымыздан басталады да. Біздің фундаментіміз не десе, ол табан. Біз даже табанмен айналыспаймыз.
косточкалар бар кейбір адамдарда табанда, ол деген ауырады. Одан кейін табанымызбен проблема болғаннан кейін тізеге келеді. Кейбір адамдардың тізелері ауырады мысалы, уже жастарына жетпей отырса тұра алмайды, тұрса отыра алмайды дегендей. Ол тізеден кейін ары қарай тазобедренный суставқа кетеді. Седалищный нерв болады, соған мысалы жаңағындай зақым тиеді. Одан беліміз ауырады. Жаңағындай өйстіп қисайып, былай отыра бергеннен жаңағындай бізде грыжа, протрузия, остеохондроз, артроз дегендей аурулардың бәрі пайда бола бастайды. Соответственно, ол деген тек босанғаннан кейін, просто ол босанғаннан кейін көбінде пайда бола бастайды. Бірақ ол біздің образ жизнімізге байланысты. Біз кішкентайымыздан жаңа ауыр зат көтердік, дұрыс емес, жаңағындай сумка көтердік, дұрыс емес, былай отырдық партада дегенде, оның барлығы біздің өмірімізге келді да, и жаңа босанғаннан кейін организміміз жанарып жатыр ғой, босансып қалды да. Босап қалды, сүйектің бәрі босады, и сол кезде жаңағы проблемалар қаттырақ көріне бастайды да бізде. И вот содан жаңағындай беліміз ауырады, мойнымыз ауырады. Оның барлығын, конечно, кейбір адамдар корсет ки дейді. Ал корсет деген керісінше біздің енді кейбір, мен врач емеспін ғой, енді врачтардың показаниясымен корсет кию керек адамдар болады да. Ал кейбір адамдар сен кішкене қисайып қалдың ба, сразу корсет киіп алады, мен жөндеп аламын дейді, шешеді, қайтадан пайда болады. Оның барлығы жаңағындай біздің бұлшықеттерімізді слабый қылып тастайды дегенде, не істеуіміз қажет? Сол кезде бізде просто осанкамен жұмыс жасауымыз қажет. Жаңағындай жаттығулар жасап, мышечный корсет дейді, соның барлығын қатайтуымыз қажет, жаңа бұлшықеттерімізді, омыртқамызбен жұмыс жасау керек. И дальше уже жаттығуларды бастауымыз қажет. Сол кезде уже жаңағындай ауырсынуларды болмайды. Себебі жаңа өзің айтқандай, екінші рет, үшінші рет анатомиямыз керек. Ал қазір оған дайындалмасақ. Ал енді қара, бізде мынандай анамар бар да. Ол денсаулыққа ештеңе істеген жоқ, бірақ ары қарай екінші, үшінші балаларын босанып жатыр. Мен қазір енді мен айтамын да, мен енді алла бұйырса келесі балам босану үшін мен бірінші денсаулығым жақсы болу. Естественно, егер ананың денсаулығы дұрыс болмаса, оның дүниеге келетін баласының да определенно бір жерінде бәрібір ауру деп айтпайыншы, ақаулар болады денсаулығында. Оны жиі дәрігерге өзі айтады, кейбір мен естимін да, кейбір мен осы екінші балам не аурушаң деп те айтады да. Ол мен ойлаймын тікелей ананың денсаулығына байланысты да. Әрине. Ең алдымен жаңағындай сразу босану. Енді мен ондайларды сөкпеймін. Наоборот, олар мықты әйелдер. Наоборот, қазір қиналса да болашақта оларға күшті болады, уже балалар көп, мысалы, кайф қой по идее ше. Но в то же время сен өзің болашағыңды ойлау керексің да. Мен ешкімді үгіттемеймін, типа сразу босанба дегенге, мен ештеңе дей алмаймын. Бірақ, конечно, ол үшін жаңағындай сенің денеңде достаточно дәрумендер болу керек. Босандың ба, сен барда чекап жаса, енді чекап жаса деп қоямын да, өзімізде кейде жасамаймыз ғой. Но енді барынша пайдалы дәрумендер ше, тамағын хотя бы жаңағындай полный дәрумендерге толы болсын, жаттығу жаса, мышцы тазоводна осы жерде. Әйел адамдардың проблемасы. Қандай жаттығу жасау керек? Жоқ, ол жаттығу жасау деген кезде олар сразу көздеріне не түседі, естеріне не түседі, жаңағындай сезімталдықты арттыру, там типа интимный өмірін жақсарту деген сияқты, кегел деген сияқты, соларды елестетеді да. Бірақ ол үшін емес. Ол ең алдымен біздің денсаулығымыз, ішіміздегі даже вздутияның барлығы содан пайда болады да. Мысалы, ол деген сразу тек жаңағы мышцы тазоводнамен жұмыс жасау емес. Біз деген дұрыс демалуды білмейміз да. Даже әйелдер босанғаннан кейін особенно диафрагмамен демалуды білмейді. Почему? Потому что сен босанған кезде ішін уже дұрыс емес функционировать етіп бастайды ол босанғаннан кейін. И сол кезде олар өкпемен демалады да, жаңағыдай ішпен демалуды білмейді, диафрагманы дұрыс ашуды білмейді дегенде, ал оның барлығы дұрыс болса, мышцы бар ғой, тазоводна, жаңағындай мышцы жаңа органдарымыз ол жердегі жаймен қалыпқа келеді өзі. Бірақ жаңағындай сен бір баланы босандың, жарты жылдан кейін қайтадан көтеріп қойдың, бір жылдың ішінде сен тағы босандың, екінші, үшінші босандың, сенде қандай проблема болды, опущение пайда болды. Курсын қашан шығады, сатып алайыншы деп айтқым келді. Өйткені мен енді өзім қазір ана ретінде ол нәрсе де маған керекті. Бағана айтып өттім ғой, сондықтан аналар бірінші менің айтқым келетіні, тағы да әр подкастта айтамын, әр подкастта айтып жүрмін, ұраным болып кетті деп айта аламын. Сіз өзіңіздің ішкі күйіңіз маңызды, денсаулығыңыз.
жаңа бала туғаннан кейін тем более күтіміңіз өте маңызды да. Жаңағы ол 40 күннен бөлек күтімді айтып жатырмын да, восстановление. Сондықтан былай ғой, тез импульсивный не покупка жасаған жақсы көреміз, там курсын, маркетингқа алданып қаламыз ба бәлкім, бірақ соны іріктеп, жаңағы осы Аружан секілді қыздарды мен ұсынатын едім. Енді бұл жерде сату болып жатқан жоқ, негіз деген ғой енді. Өйткені Аружанды білетін адам ретінде мен қыздарға ұсынып отырмын. Аружан маған күшті информация болып жатыр енді. Тағы да маған нелер айту керексің да, жаттығулар кейін курсыңды аламын бұйырса. Енді айтайыншы, енді өзіңді қалай сезінесің? Жалпы қазір одан бұрын мынандай сұрақ қояйыншы. Ана болу енді саған не берді? Не беріп жатыр? Негізі так, ана болу ең алдымен ол жауапкершілік. Бұрын мысалы даже тұрмысқа шықсанда жауапкершілікті особо түсінбейсің ғой. Мен өте ответственный человекпін деп ойлайтын, по идее ше. Бірақ именно босанғаннан кейін, ана атанғаннан кейін нағыз ответственность осы екен. Сен уже бір адамның адам болып қалыптасуына, болашақ бір үлкен тұлға, үлкен демей қойшы, просто жеке тұлға болып қалыптасуына сен үлес қосасың. Тікелей саған байланысты. Сол себепті ең алдымен ана болған маған ответственность берді деп ойлаймын, жауапкершілік берді. Екіншіден өз уақытыңды бағалау. Себебі біз уақытымызды бағаламаймыз. Таңнан кешке дейін жаңағындай кино көреміз, кейбіреулер даже өсек айтып жатады, жаңа біреудің өмірін обсуждать етеді дегендей, оның барлығы бос әңгіме, бос уақыт. Ол уақытты лучше сен пайдалы қылып, жаңағындай өзіңді дамыт. Хотя бы өзіңді ақша тауып жатқан жоқ шығарсың, бірақ просто өзіңді дамыт. Кітап оқы. Кітапта біз білмейтін зат өте көп та. Кітап арқылы сен өмірлік ұстаз да, өйткені неге десең, кітапта ол уже біреу қателігін істеп қояды дегендей, например, соның барлығынан шығып өзінің автобиографиясын жазады деген сияқты. Немесе әртүрлі бар ғой енді. Сол кітапты оқысаң, любой адам өзіне бірдеңке алып шығады. Екі. Үшіншіден, жаңағындай бос уақытыңды пайдалы қолданыш, ең бастысы. Сол, Енді осы жерде бір сұрақ қойғым келіп тұр. Бұл енді арнайы менің келінім үшін де қойын. Менің інімнің жары, ол да сен секілді спортта жүрген, қазақ күресінен қазіргі таңда әлемдік деңгейдегі спорт шеберлері ғой. Ол енді қазір ақырындап декретке шығып бара жатыр да. Сен сондай қыздарға, спорттағы қыздарға не айтасың? Олар былай ғой, қазір олардың мынандай состояние. Бәрі күшті болып жатқан кезде, еще сондай периодта тұрмысқа шықты, ана болайын деп жатыр. Ол қиын да бәрібір. Ертең ол еще ана процесс басталып кеткенде вообще. И сен сондай қыздарға не айтасың? Ең алдымен ең бірінші зат айтқым келеді. Мысалы, егер ол шынымен разгарда тұрса, прям ары қарай жалғастыруым керек еді деген сондай ойда болса, ничего страшного. Қазір бітіресіз, босанасыз, дальше өзіңіздің жүрегіңізді тыңдаңыз. Сіз өмір енді 2-3 жылдап балаға арнау міндетті емес. Егер ол жүрегі, ол жаңағындай спортты жалғастыру болса, дальше жалғастырыңыз. Өйткені это возможно. Менің құрбым бар, Мөлдір Жаңбырбай деген әлем чемпионы қасы. Ол босанғаннан кейін 6 айдан кейін чемпион болды, мысалы, әлем чемпион болды. Потому что все возможно, ше. Ертең, чтобы самое главное, босанғаннан кейін мен бала қарақалдым деп баланы кінәламас үшін болашақта, ол егер өзінің жүрегін тыңдау керек, шынымен де спортты ары қарай жалғастырғысы келсе, ол уақыт келеді, уақыт жіберіп жатқан жоқсың. Асықпа. Ол болады. Если хочешь, вот босанасың, кішкене определенный уақыт восстановиться етесің, дальше ары қарай жалғастырып кетесің. Бұл менің өмірім бітіп қалған жоқ. Лучше қазір жас қой, енді 30-40-50-де емес қой, жалғастырып кетуге болады. Екіншіден, егер мысалы мен сияқты, сен қайтып бармадың? Мен қайтып бармадым. Себебі мен уже карантин кезінде и менде андай разгар болған жоқ. Ол кезде мен наоборот уже өзімді тоқтатып жатқан кезім болатын. Сондықтан маған қиын болды. Конечно, қазірде хочется иногда, но в то же время я трезво сужу, мысалы, трезво ойланам да. Ол этап өте оңай емес, спортсмендер ғана түсінеді оны қандай этаптан өту керек екенін ше. Сол себепті ең бастысы любой спортсменге айтқым келеді, егер сен шын мәнісінде көтеріп қойсаң енді, мысалы, босанайын деп жатсаң, ничего страшного. Ол да бір уақыт, бір определенный сен этапын, оны тоқтатасың, дальше өзің ары қарай өзің жүрегің не қалайды, соны істе. Соны жалғастырып кетесің. Рахмет, Аружан, прям кеңестеріңе. Енді бір сұрақ қояйын. Жалпы өздерің енді қызыңа, жолдасың екеуің қандай құндылықты бойына сіңдіресіңдер негізі? Енді ең бастысы бізде
былай прям вот осыны ғана істеу керек деген принциптер жоқ. Өзіміз қандаймыз сондай болады ғой енді. Любой сен балаға қанша үйретіп жатсың, бірақ сен өзің басқа зат істеп жатсаң, сен жасағанды істейді да, ол көргенді істейді да. Сол себепті біз не істейміз? Ең алдымен біз қызымыздың көзінше ұрыспаймыз, ауыр сөз айтпаймыз, даже негативный сөз айтпаймыз. Ол бізде жаңағы тағы да енемді айтамын дейді, қалыптасып кеткен ғой. Мамам мен көзінше, жаңағы енемнің көзінше біз ауыр жаңағындай негативный затты айтпаймыз да ше. Мысалы, қазір құлап қаласың деген сияқты затты айтқызбайды. Не надо, зачем ондай типа айтасың деген сияқты. Сондықтан ең алдымен біз қызымызға жаңағындай ауыр сөздер айтпаймыз, негативный сөздер айтпаймыз, ұрыспаймыз. И екіншіден жаңағындай даже кино көрсетпейміз ғой, андай төбелесіп жататын кино, өсек айтып жататын программалар деген сияқты ондайларды да естітпейміз. Біздің негізгі принципіміз, негізгі құндылық ол жаңағыдай негатив естімей ақ қойсын, біздің көзімізше. И екіншіден жолдасым екеуміз әрдайым бір-бірімізді құшақтап, бір-бірімізді жақсы көретінімізді айтып, жаңағындай махаббатымызды бір-бірімізге білдіріп, қызымызға да күнде сені жақсы көреміз деген сияқты заттарды бойына сіңіреміз. Вот осы екеуі ғана. Күшті. Қыз бала үшін өте маңызды деп ойлаймын. Әкесімен екеуінің байланысы. Менің қызым өте ерке болып кеткен, оның кінәсі жолдасымда десем ба. Но ол да жақсы шығар. Мен енді арасында ұрсып қоямын, енді болмайды деп айтам, бірақ жолдасыма қатты еркелейді да қызым. И біледі да, мысалы бүгін суббота папасының күні екенін біледі, ол с утра тұра салып болды құшақтап алған жібермейді да, ол қатты еркелеп кетеді да. Қазір деген мысалы біз дамытатын жерлерге барып жүріп қой енді, ол жерде де уже мұғаліміне еркелейді екен да, қызым қатты ерке болып кеткен енді. Мүмкін ол дұрыс емес, білмеймін енді, но сол жолдасыммен қарым-қатынасы сондай екен. Папасымен қызының күшті. Негізі енді қазір ақпараттар сондай көп қой. Дұрыс, ол қыз бала расында да әкесіне еркелеп өскен, ол жақсы. Мен вообще керек емеспін ғой. Второй, третий, четвертый сорт болған. Ертең ұл босанасың, сосын керек болсын. Мен скоро ұл босанып алсам, сосын көреміз деп ше. Өйткені ол жолдасының қасында тұрсақ, вообще күйеуімнің қасында тұрсақ бітті ғой. Мен вообще қарамайды ғой, мен жаққа өйстіп қарамайды да. Қызық енді. Өзімде ұл бала болғаннан кейін бізде бөлек, керісінше мамасы екеумізде бөлек махаббат. Қызық. Енді махаббат кездері болады ғой, енді ол по-любому, это же как-то банально, но в то же время жаңағындай көбірек по-любому папасына жақын. Аружан, саған көп рахмет, уақытыңды бөліп, өте қалай пайдалы подкаст жасадық былай айтқан кезде. Өйткені көп қыздарға, қазір біз көріп отырған қыздарға өзіне қажетті пайдалы дүние алатынына сенімдімін. Денсаулығына байланысты, тіпті жаңағы өзде бір уфтеп қалатын сияқты, арықтап өзін қуалап жүрген қыздар болса, ой, оказывается, можно и так деген секілді. Можно и на расслабоне похудеть, если честно, да. Вот сондықтан саған көп рахмет, уақытыңды бөліп келгеніне. Өте пайдалы, жаңа айтып өттім ғой, тағы айтылып отырмын, пайдалы подкаст болды. Саған көп рахмет. Қыздар, сіздерге айтарым, Аружан секілді декретте, енді әрқайсымыз декретте отырған аналар көретін болсаңыздар, қараңыздар, өзіңізді Аружан секілді іздеуден қорықпаңыз. Айтқым келеді. Бәрі жасап көрді, солай өз жолыңыз табасыз. Ананы да істеп, мынаны да істеп, сіз өзіңіздің жүрегіңізге не қажет екенін сезесіз. Бір нәрсені бастайсыз жасап, өзің іштей бір андай бастаған сайын өзіне қалайтын, өзін жақсы көретін зат табасың. Ең бастысы әрекетті тоқтатпау. И өзіңді іштей жемеу. Қыздарға айтатын болса толығырақ айтып өтші. Енді біріншіден мен ақыл айтатын жаста емеспін. Ешкімге ақыл айтпаймын, кеңес бермеймін. Просто айтқым келетіні өзімнің опытымда. Менде көп жаңағы декрет кезінде болды, өзімді жеу, өзімді біреуден төмен санау дегендей. Андай біреу дамып жатыр, мен дамып жатқан жоқпын дегендей. Вот сондай состояние болмасын сіздерде. Сіздер уже баланы қарап жатырсыздар, үй жинап жатырсыздар, тамақ істеп жатырсыздар. Ол үлкен жұмыс негізінде ше. Бұны біз бағаламаймыз. Ең алдымен сіздер өздеріңізді бағалаңыздар, кейін өздеріңізге уақыт бөлуді әдетке айналдырыңыздар. Даже если это невозможно, күніне 15 минут, 20 минут хотя бы уақыт бөліп бастаңыз.
либо бала ойнап жатқан кезде өзіңізге дамытыңыз, өзіңізге қосыңыз. И дальше больше ол өзіңіз сөйтіп өз-өзіңізді жақсы көріп, өзіңізді бірінші орынға қойып, уақытыңызды бөле берсеңіз, дальше дамып кетесіз, өсе бересіз, өзіңіздің жолыңызды табасыз. Но в то же время мен өсу керек екенмін, даму керек екенмін, мен қалып жатыр екенмін деген ойдан аулақ болыңыздар. Сіздер мамасыздар, анасыздар, бұның өзі үлкен жұмыс. Келсем. Рахмет, Аружан. Құрметті ханымдар, аналар, қыздар, Мама Тайм подкастын тыңдап жүргендеріңізге көп рахмет, көріп жүргендеріңізге рахмет. Тек подписка жасап, комментарий жазып, егер сізге дәл осы подкаст ұнаған болса, бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Ол біз үшін, біздің мынау жасап жатқан еңбегіміз үшін бізді мотивация береді. Ары қарай да дәл осы Аружан секілді түрлі керемет тұлғаларды шақырып подкаст жасауға бізге итермелейді. Сондықтан аянбаңыздар. Рахмет. Осымен Мама Тайм подкаст аяқталды. Аружан, мен өзім әдетке айналдырып кеттім деймін ғой. Энергиямен алмасу. Бір құшақтасып қояйықшы. Бір қолда бес, хайырдың бір қолмен елді тербейді. Ыстық бойында, біреуге болма жампи